Баршаға сәлем. Бүгін біз бауырдан пирог жасайтын боламыз. Менің рецептім ұнаса, маған лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Қалаған бір осы малдың бауырынан бүгін пирог жасап көрсететін боламын. Ол үшін біз осы бауырымызды ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Неге бауырымызды ет тартқыштан өткізіп дайындап алдық. Енді осы бауырдан блинчик жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар 2 жұмыртқа, сүт, күнбағыс майы, аздаған дәміне қарай тұз, ұн қажет болады. Осы заттардың барлығын араластыра отырып блинчик жасайтын боламыз. Бауырымызға 2 жұмыртқамызды салып алып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып алдық. Енді аздап сүт құямыз. Енді ұнымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы сүйек массамызға сүйек майымызды аздап құйып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді осы сүйек массамызға татымына қарай тұз саламыз. Біздің сүйек массамыз дайын. Енді осы сүйек массамыздан блинчиктерімізді пісіріп алатын боламыз. Блинчиктерімізді осылай дайындап алатын боламыз. Дайын тұрған блинчиктерімізден енді пирогымызды құрастырып шығамыз. Ол үшін бізге піскен картоп, сәбіз, жұмыртқа және майонез қажет болады. Осылардың барлығын араластырып отырып, теркадан өткізе отырып, пирогымызды дайындап шығатын боламыз. Бір блинчигімізді осылай қойып алып, үстінен майонезімізді жағып аламыз. Блинчигіміздің үстіне майонезімізді жағып алып, енді картопымызды теркадан өткізіп, бетіне жауып алатын боламыз. Картошкамызды теркадан өткізіп, блинчигімізге жақсылап қойып алдық. Енді екінші слойымызды қойып, майонезімізді жағып аламыз. Майонезімізді жағып, бір тегіс жағып болдық. Енді сәбізімізді теркадан өткізіп, бетін әсемдеп шығамыз. Осылай осы слойменен қайталап жасай береміз. Ең бетіне осылай майонезімізді жағып алып, сосын жұмыртқамызды үкіштен өткізіп алып, бетіне сеуіп шығатын боламыз. Міне осымен менің бауырдан жасалған пирогым дайын. Рецептім ұнаса, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер.